Assalamualaikum құрметті жақсылар. Бүгінгі видеода кез келген объектіге барасыздар, осындай төртбұрышты балықты дайындап алып барасыздар да. Дайындап алып барған кезде кейбір кезде осындай жоқ жерден угылдар шығып қалады. Төртбұрышты дайындалып болатын дайындап алып барасың. Бірақ аяқ астынан да жерде угылдар пайда болып қалады. Қайтадан апарып оны тіктіргеннен гөрі сол жерде жасап кету тиімді болады да көп жағдайда. Енді осыны қалай жасауға болады деген кезде полотноны жерге жайып алыңыздар да, таза жерге. Одан кейін мына жердегі қабырғаны өлшеп 8% қысқартасыздар. Мысалы мына жерде қанша, мысалы 100 болса 8%-ын қысқартасыздар. Мына жерде қанша, мысалы 20 болса 8%-ын қысқартасыздар. Яғни 18 болады мына жерде. 100-ді 8%-ға қысқартсақ қанша, 92 болады ма? Вот осылай қысқартасыздар. Және кішкене тоғылдау қиястар. Осындай видео түрінде осыны дәлелдейтін боламыз. Мінекей полотномызды өлшеп қиып алдық. Гарпунның өз гарпунын қолданатын боламыз. Ең бірінші гарпунның артқы жағын қиямызда, тек алдын ғана қалдырамыз. Осы жерден бастап клейлеуді бастаймыз. Құрметті көрермендер, арнамызға тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп, WhatsApp статустарға қойып таратып жіберсеңіздер, алдын ала көп рахмет. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Енді міне осы жерде бір нюансы бар. Гарпунды түп-түз ұстаймыз да. Мына 90 градус болды. Сол гарпунмен бірдей қып, тегіс қып жабыстырып өтеміз. Гарпун қалай түзу тұр, солай 90 градусты жазып, түзеп кілелеп өтеміз. Міне осылай қып, түп-түз өте береміз гарпунды. Енді бұл жерде кішкене гарпун жетпей қалды, қарасаңыздар. Енді гарпунның орнына біз кез келген проводтың сыртына сол объектіден не тапсақ, соны жабыстырып, амалдап жасап кететін боламыз. Негізі өзімізбен бірге гарпунның кесіндісі, содан кейін осы гарпунды бір-біріне қосқанға тент деп айтылады. Реклама жасайтын жерде барып сұрасаңыздар, тент
беріңіздер десе метражный сатылады. Соларды жабсаңыздар өте мықты ұстайды. Ал енді қазір бізде ешқандай зат болмағаннан кейін қолымыздағы бар затты, яғни проводтың сыртын қапшығы, соны қолданып амалдайып жатырмыз. Мінекей, енді полотномыз дайын. Енді тартуға кірісетін боламыз. Мінекей, уғылымыз бітті. Результатын көрдіңіздер. Қолдан жасап шықтық. Көргендеріңізге, тамашалағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеода жүздескенше.